үй жағдайында жұмсақ кекс жасап үйренеміз. Осындай форма әртүрлі болуы мүмкін. Қазір сіздерге кесіп көрсетейін. Жұмсақ, ауызда еритін, шаймен, кофемен ішкенге өте жақсы. Балдарыңызға, отбасыларыңызға жасап істеп қуантыңыздар. Ол үшін бізге қажет заттар: ұн, 4 жұмыртқа, разрыхитель, 1 пиала қант, 1 пиала сұйық май, араластыру үшін венчик және ыдыс керек. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырамыз. Енді үстіне 1 пиала қантымызды салып, екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Екеуін жақсылап араластырып болып, енді үстіне сұйық майымызды құямыз, яғни өсімдік майын құямыз. Үшеуін әдемілеп тұрып араластырамыз. Араластырып болған соң, үстіне електен өткізген ұнымызды және қопсытқышымызды, разрыхителімізді салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бізде іртіктер қалмау керек. Арасында ұндары жақсылап араластырып, осындай масса шығу керек. Сұйық та, қатты қою да болмайды. Өздеріңіз қалаған кекс формаларын қолдансаңыздар болады. Менде осындай гүлді кекс формасы. Сыртына мән бермеңіздер. Біраз болды қолданғанына. Осындай қасықпен құйып, 1 қасық толтырып, болмаса 1,5 қасық толтырып қойсаңыздар да жеткілікті. Бұны 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне, кекстеріміз дайын, ыстық пісті. Түрін қараңыздар. Міне, әдемі. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.